Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде распаковка Pintuoto сайтынан осындай балам үшін көптеген заттар алған болатынмын. Негізі мынаны пластикін деп ойлағам, бірақ слайм екен. Қолға еш нәрсеге жабыспайды. Андай нерв успокоительге де, балдардың қатты қысқанға да өте жұмсақ. Мен негізі қамыр жайып жатқанда балам келіп, мен де жаям дейтін. Мына зат өте жақсы болды. Өзімен де балама да қатты ұнады. Ішінде оқтау, әртүрлі пішіндегі заттар да бар екен. Пышағы да бар екен, посудасы да бар екен. Өте ыңғайлы. Сіздерге алуға кеңес беремін. Әрбір ана үшін бұл өте керемет. Баланы қуанышы дер едім. Ахмет еще нервный. Көбінесе нерв жеткенде айқайлап шыңғырады екен. Яғни шыңғырады, осындай зат өте ыңғайлы, қолына қысып, нервін успокоить етеді екен. Қазіргі балдардың көбісі осындай нервіне еще бір жерде тұрмайды, бұзық. Көбінесе баламыз ойыншық әпереміз ғой. Ойыншықты қызығы біткенге тастайды дейміз да, бірақ ол ойыншықты бірге ойнап сөйлесу керек екен, сонда бала ойнайды екен. Қазір біз енді көбінесе телефон шұқылаймыз. Қазіргі заманның өзі осындай ғой. Телефонға кіріп кетеміз, мысалға. Лично өзім сондай. Мен де қазір жұмысым болып жатқаннан кейін көп уақытым осы телефонда өтеді. Қазір бір күн еш нәрсеге жетпейді. Не жұмысыңа, не үй жинауға, не бала қарауға. Декреттегі аналар үшін таныс жағдай деп ойлаймын. Қазір мен декретте отырған 2 баланың анасымын. Тағы да айта кететінім, мына слайм қол методикасын дамытуға өте күшті құрал екен. Өзіме де, балама да қатты ұнады, шыны керек. Өтірік реклама жасап жатқан жоқпын. Өйткені қандай да бір пайдалы іспен, пайдалы нәрсемен бөліссең, ол сауап ретінде жазылады екен ғой. Әрбір адам, яғни пендеге. Осылай балама қарап тұрсаңыздар, қолмен көрсетіп жатыр, супер деп. Балама да өте ұнады. Және мына пішіндер әртүрлі формада, мысалға тамақ болсын, көбелек, вилкада тұр, қаста тұр. Осындай формалармен мына слаймда қолданады екенсің. Және оқтау да бар екен, кішігірім. Балам, мен просто бірінші жасап көрсетіп жатырмын. Дальше өзі жасайтындай үйреніп жатыр. Екінші қызым туылғаннан кейін Ахметке көп көңіл бөле алмадым. Және де бір басқа шетте қалып қалғандай болды. Әйтпесе тұңғыш перзентім, үлкенім болғаннан кейін ұрысты да осы естиді, айқайды да осы Ахмет естиді. Жасы небәрі 2 жарымда болса да, мен үшін қазір үлкен болып көрінеді. Ахметтің ойыншықтары көп. Және де тұңғышы болғаннан кейін бесіктойды да нағашылары көп ойыншықтар келген. Ойыншықтар былайша айтқанда жетеді. Мен ойыншықтың орнына осындай баланы дамытуға арналған заттар алған дұрыс деп ойладым. Сіздер қалай ойлайсыздар? Балаға ойыншық әпере берген дұрыс па, әлде осылай заттарды, яғни осындай дамытуға арналған заттар алған дұрыс па? Негізі әрбір балаға қандай да бір жаңа зат өте қызық болып көрінеді. Себебі ол затты зерттегісі келеді, көргісі келеді, қолмен ұстап көргісі келеді, жегісі келеді. Ал мына жерде мына слаймды Ахмет жегісі келді, бірақ мен бұны жеуге болмайтындығын айттым. Дәл қазіргі уақытта балабақшаның 60-70%-ында қызылша ауруы, яғни жұқпалы ауру өте көп тарап жатыр. Қазір интернет желісінде ковидтан кейінгі осы жұқпалы, яғни қызылша ауру көп тарап жатыр дейді. Сол себептен де мен баламды үйде қалдырып, садикке бермеуді жөн көрдім. Себебі садикте тамақ ауырып келуі мүмкін. Яғни уайымдаймын, қорқам, шыны керек. Мен алдында осы 2-шімді көтеріп жүрген кезде бірге садикке баратын едік. Яғни мен садикте жұмыс істегенде тәрбиеші болып, балам басқа топта болатын, еш уайымсыз солай бірге жүретінбіз. Балам көз алдымда болғаннан кейін
қорықпайтынмын. Енді қазір үйде отырған ана болғандықтан балама да ешнәрсе білмей өспегеннен қарағанда осындай заттарды алып, үйде өзім сабақ өтіп білім бергім келді. Яғни тәрбие тал бесіктен дейді ғой, ұяда не көрсе ұшқанда соны көреді. Мен негізі музыка қоймауды жөн көрдім, себебі көптеген сөздерді айтқым келді осы. Одан кейін балам телефон шұқыланда Настяны көп көреді. Өйткені Настяны өзім көрсем, андай көптеген, яғни үйде видео түсіреді екен, мысалға тамақ жеп жатқанын, ойын ойнап жатқанын, ойыншықтармен. Мен де соған қызықты, және өзім де солай видео түсіруге ойым кетті. Сол себептен Пиндода осындай заттар алып, баламен бір видео түсіріп көрейін дедім. Негізі мына затты балам көрсете бірінші рет қолданып жатыр. Яғни қайшыны да қорқатынмын өткір деп ұсатуға. Ал мына Пиндодадан берген, яғни қағаз бен қайшылар, мына қайшы қауіпсіз, яғни баланың қауіпсіздігі үшін жасалған екен. Қазір көп қайшылар темірмен өткір болып келеді, балаға беруге қорқасың, опасный дейді ғой. Енді мына қайшыны еш уайымсыз беруге болады екен. Және мына пішіндерді балам қырқып әлі білмейді. Жасы небәрі 2,5-да. Алдағы уақытта үйрететін боламын өзім. Көптеген видеоны күтіңіздер. Менің каналыма тіркеліп қойсаңыздар, алдағы уақытта жаңа видеолар сіздерге шығып тұрады. Мен өзім ойын орталығына барған кезде осындай заттарды көп көретінмін. Яғни көпіршіктер. Яғни бұл көпіршік жасайтын құрал. Балама арнап алдым. Балама өте қатты ұнады. Тек осындай ойнай бергісі келеді. Ал мына қағаздар осындай көпіршік жасауға арналған екен. Негізі бұлар біткен кезде ферри қолдансақ та болады. Қандай да бір көпіретін құралды. Енді мына жерде мына су осы аппаратқа арналған екен. Қазір сіздерге қалай жасалатынын көрсететін болам. Негізі біз бұны шыдамай ашып қойғанбыз, распаковкаға жетпей. Қарап тұрсаңыздар, негізі мынаның 4 батарейкасы бар. Батарейкасы біткен кезде қайтадан ауыстыруға болады. Балам мынандай затты көрсете, бірақ әлі қолданып көрген жоқ. Қандай да бір затты қызық болады әрбір балаға. Енді мен басында үйретіп жатырмын, қалай жасау керектігін балама. Осындай көпіріп шіректермен суға батырып пистолетті істеп жатыр. Негізі көбінесе ер балдар осындай пистолет машинаға қызығады ғой. Мына аппаратта пистолет түрінде екен. Балам қайта-қайта істегісі келіп жатыр, және мен қызық болсын деп қолыма жағып көріп жатыр. Яғни бұл да балам реакциясын қарасаңыздар, қолыма қарап жатыр, не істеп жатыр дегендей. Мынау 150 предметтен тұратын түрлі түсті қаламдар жиынтығы. Мынаның фартуғы осындай қолға киетіні, яғни үсті бүлініп қалмас үшін. Мына жерде фломастер, қаламдар, бояулар және де бор бар екен. Қарап тұрсаңыздар, көптеген түстері бар екен. Мына жерде қалам таусылып қалса бормен, бор таусылса фломастермен, еще линейкасы да бар екен. Сурет салатын қағазы да бар екен. Мына жиынтық балабақшадағы балаға да және де мектеп бастауыш оқушыларына да өте ыңғайлы екен. Қатты ұзын емес, қолға ұстауға ыңғайлы. Қарап тұрсаңыздар, ұзындығы да баламның қолына ыңғайлы болып тұр. Мына жерде балам екеуміз сурет салып жатырмыз. Баламен де сурет салуды білмейді, бірақ ойына келген істеп жатыр. Мен домалақ пішінмен сызып көрсеттім, бірақ ол сызбада, тек ұзыннан таяқшалар сызып өзінің білгенін істеп жатыр. Мына жерде мына бояуы бар екен. Бояуы матовый, кәдімгі ағып кетпейді.
және қағаз ұстап тұратын да бар екен. Осындай кішкентай қағазы бар екен, 36 парақтан тұратын. Кез келген суреттерді салуға. Бояуы да бәрі бізге қатты ұнады.